Майкл Фелпс туралы 10 дерек. Майкл Фред Фелпс 1985 жылы 30 маусымда Мэриленд штатының Балтимор қаласында дүниеге келген американдық бұрынғы бәсекеге қабілетті жүзгіш. Бойы 193 см. Ол барлығы 28 медальмен барлық уақыттағы ең табысты және ең жүлделі Олимпиада ойындарына қатысушы. Фелпс сонымен қатар Олимпиаданың алтын медалі 23, Олимпиаданың жеке есептегі алтын медалі 13 және жеке есепте Олимпиада қатысушылары арасында медальдары бойынша барлық уақыттағы рекордтардың иегері. 2004 жылы Афинада өткен жазғы Олимпиада ойындарында Фелпс 6 алтын және 2 қола медальді жеңіп алып, гимнаст Александр Дитятин өткізген бір ойындарда кез келген түсті 8 медальдің рекордын жаңартты. 4 жылдан кейін ол 2008 жылғы Бейжің ойындарында 8 алтын медаль жеңіп алған кезде ол американдық жүзуші Марк Спитцтің 1972 жылғы кез келген Олимпиада ойындарында 7 бірінші орынға алған рекордын жаңартты. 2012 жылы Лондонда өткен жазғы Олимпиада ойындарында Фелпс 4 алтын және 2 күміс, ал 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткен жазғы Олимпиада ойындарының 5 алтын және 1 күміс жеңіп алды. Бұл оны қатарынан 4-ші Олимпиада ойындарындағы ең табысты спортшыға айналдырды. Фелпс 200 метрге еркін стильде, 100 метрге баттерфляй әдісімен, 200 метрге баттерфляйда, 200 метрге жеке аралас және 400 метрге жекелей жүзуде ұзақ қашықтыққа жүзуден бұрынғы әлем рекордшысы. Ол ірі халықаралық ұзақ курстық жарыстарда 82 медальді жеңіп алды, оның ішінде 65 алтын, 14 күміс және 3 қола Олимпиада, әлем чемпионаттары және Пан Тынық мұхит чемпионаттарын қамтиды. Фелпстің халықаралық атақтары мен рекордтық көрсеткіштері оған 8 рет әлемдегі жылдың үздік жүзушісі және 11 рет Американың жылдың үздік жүзгіші сыйлығын, сондай-ақ 2012 және 2016 жылдары FINA жылдың үздік жүзушісі атағын алды. Фелпс Sport Illustrated журналының жүлдесін алды. 2008 жылғы Олимпиада ойындарындағы бұрын-соңды болмаған табысы үшін жыл спортшысы марапатын алды. 2008 жылғы жазғы Олимпиада ойындарынан кейін Фелпс жүзу спортын дамытуға және салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған Майкл Фелпс қорын бастады. Фелпс 2012 жылғы Олимпиада ойындарынан кейін зейнеткерлікке шықты, бірақ ол 2014 жылдың сәуірінде қайта оралды. Рио-де-Жанейродағы 2016 жылғы жазғы Олимпиада ойындарында, оның 5-ші Олимпиадасында оны командасы 2016 жылғы жазғы Олимпиада ойындарында ұлттар шеруінде Америка құрама штаттарының ту ұстаушысы етіп таңдады. 2016 жылдың 12 тамызында 161 елден көп медаль жеңіп алып, екінші рет зейнетке шығатынын жариялады. – 2017 жылы Laureus World Comeback сыйлығын жеңіп алды. Ол барлық уақыттағы ең ұлы жүзуші ретінде кеңінен танымал және жиі барлық уақыттағы ең ұлы спортшылардың бірі болып саналады. Назарларыңызға рахмет.